Менің Каспий Голд'ыма 247 мың теңге салды. Мен онкологияға дәрі салып жібердім Ташкентке. Бір апамыз онкологиямен ауырып жатқан еді. Менен дәрі алып ішті бір 10 күнге. 177 мыңға. Жақсы результат көрген екен, маған екінші курсына қазір салып жібердім. Менде 150 мыңнан бастап 750 мыңға дейін ем жолы бар. Мына машинамның арты тола тибетский дәрі. Бауырлар, сіздер үшін әрбір мұсылман, әрбір қазағым ауырмасын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Менде оригинал Тибеттің шөп дәрісі бар. Бұндай оригинал Тибеттің шөп дәрісі врачтың қолында жоқ. Аптекада сатылмайды. О, Қытайдың Синьцзян деген қаласынан маған Тибеттің дәрісі келеді. Бұл Тибеттің дәрісіне Қазақстанда 99% қазақ білмейтін оригинал шөп дәрі бар. Соны рисковать етіп, кезінде өзім ішіп мықты болған екен. Бұлақ көрсең көзін аш дейді. Сол саладан білім алып, әрбір қазаққа шындықты айтып жатырмын. Сенем деген адам ішіп жазылып жатыр. Сенбеймін деген қазақ қиналып жатыр. Больница тола ауру. Врачтар жазамай жатыр. Қазір күнде врачтардың өзі клиент жіберіп жатыр маған. Құдияр бауыр, мына бауырыма жақсы дәрің болса бер. Ақшасы бар, алып ішуге дұқы жетеді деген қазақ алып ішіп жатыр. Сөзі көп адам алып іше алмай жатыр. Комментарий оқымайым, WhatsAppқа қарамаймын. Бүткіл Қазақстанға доставкамен дәрі жіберемін. Маған сенген қазақтың жүзін жерге қаратпаймын. Менің атым Құдияр. Керек болсам тікелей звонда простатит, давление, сахар, онкология, рак, неше түрлі хронический ауруға менде шөп дәрі табылады. Әр адам өзінің маған ауруын айтса, сол ауруына қарай Тибеттің дәрісін берем. Маған ай сайын 200 миллионға дәрі келеді Тибеттен. Осы тибетский 100% шөптен жасалған өнім ішкен адам емделеді. Өзіңнен аяған итчесін, бір 300-400 мың, 500 мың шығарсайшы, қымбат емес, бәріңде ақша бар. Денсаулыққа шығарамайсыңдар. Қорықпай, дірілдемей шығарсаңдар, Тибеттің дәрісі ішсеңдер, жазыласыңдар. Шындықты айтып жатырық. Біраз уақыттан бері қақсап жатырық. Мына Тибеттің дәрісін іш, өлмейсің, жақсы боласың деп. Сенген адам ішіп емделіп жатыр, закон емделіп жатыр. Білетінімізден білмейтініміз көп. Бір сенімдеріңізді маған берсеңіздер, сенімдеріңізді ақтаймын. Әрбір қазағым дені сау болсын. Бірінші байлық денсаулық. Денсаулығың болса 1000 проблема. Денсаулығың болмаса 1 проблема. Сен миллиардерсің. Денсаулығың болмаса дүние қызық емес саған. Ауырған адам түсінеді денсаулықтың қадірін. Ауырмаған адам ол түсінбейді. Кола, дизи, горела ішіп қуып жүре береді дені сау адам. Ауырып қалған адамға іштен керек емес болады. Телефон нөмірім 8776 280 85 85.